arılar, әріптестер, балалар. Көңілдеріңізге көктем шуағындай сезім мен нұр құйып, тағы да 8 наурыз халықаралық әйелдердің мерейлі мерекесі де келіп жетті. Осынау көркем мерекенің қай кезде де орны бөлек. Олай болатыны аналарға деген ыстық сезім, алғыс пен құрмет ешқашан сөнбек емес. Олар өмірдің гүлі, көңілдің жыры, әр отбасының алтын діңгегі. Мынау тынымсыз тіршілік пен кең дүниенің өзі тек аналармен ажарлы. Бүгінгі арайлап атқан нұрлы таңмен бірге әрбір сәби жүрегі өзін деп соқса, бүгінгі мерекелік ана бақыт, ана көктем, ана өмір атты кешімізді ашық деп жариялаймыз. Бүгінгі кешімізге қош келіпсіздер. Ақ тілекті ағытып бір тастайық. Аналардың мерекесін бастайық. Көздерімнен көрем шаттық арайын, өтсін солай әрбір күннің, әр айын дей келе алғашқы құттықтау сөз кезегін Панфилов аудандық кітапханасының директоры Сұлтанбекова Дария Бекжігітқызына береміз. Бізге қонаққа келіп отырған зейнеткер апайлар, қонақтар және оқушылар, ата-аналар, сіздерді мына ең алдымен көктем мерекесімен құттықтағым келеді. Көктемнің алғашқы күні мінекей алғыс айту күнінен басталса, енді мінекей халықаралық әйелдер күні, қыздар күні деп жатырмыз. Көктем мерекесі құтты болсын бәріңізге. Күнде осындай жарқырап әрқашан жүре беріңіздер. Бүгінгі мінекей зейнеткер өзімізде жұмыс істеп, талай жыл осы мекемеде қызмет еткен апайларымызды шақырып отырмыз. Салтанат тәте, Дархан тәте, ортамызға қош келдіңіздер деймін. Өстіп сіздер сияқты зейнетке шығып, бәріміз бала шағаның қызығын көріп, еңбектеріңіздің сіздер сияқты жемісін жеп, зейнетке шығуға нәсіп етсін бәрімізді. Алда келе жатқан мерекелеріңіз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын әрқашан. Шақырғанда емес, басқа кезде де келіп, енді немерелеріңізді жетектеп келіп осы жерде оқырман болсын. Рахмет сіздерге, мерекелеріңіз құтты болсын. Сен бақыттысың жыламағын, жай түсер жатсаң да құламағын, Тәңіріңнен мен едім сұрағаным, сондықтан жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой, қасымдамын, өлмеймін мен өзіндей асылдамын, таусылып өз-өзімнен шашылмағым, байырғы берекенді қашырмағым. Мен сенің халықпын ғой көз жасына, өзім кепіл төрт басып тоз басыма, 2 жыр жазсам саған бірін арнап, ана деп жаздым ылғи сөз басына. Тәңірім кеше көрсін кесірімді, аспанға жазам сенің есіміңді. Ана сен бақыттысың тербе-тербе, құба талдан иілген бесігімді. Шексіз алғысым, жанымды берем бір адам үшін, өмірді маған сыйлаған үшін. Тәрбиелеген анамды сүйем, жетімге мені қимаған үшін. Асырап мені қиналған үшін, өмірге кейде сыймаған үшін. Қарыздар балам, анашым саған, жақсылық маған жинаған үшін. Жамандық маған жинаған үшін. Өзіңе ана шексіз алғысым. Сәби кезімде ұйқымды бөліп, кешір жасты тыймағаным үшін. Бойымда нәзік жиналған күш, батыл да батыр менің анашым. Ризамын ана, ризамын саған, ұядай жылы үй болғаным үшін. Ананың ең тәттісі бала екен, түн ұйқысын төрт бөліп тәрбиелеген, ананың еңбегі зор дара екен. Ананың ақ сүтін ақтау парыз деймін, еңбегі бізге болар қарыз деймін. Меккені үш айналса да өтелмеген, ананың ұрпаққа бұл өсиет аңыз деймін. Ана деген рәмізі сұлулықтың, ана деген бір жыр бар шырқалатын, асқақтатар биікке ұрпақ атын. Олай болса қарсы алайық, даусына сүйсініп тамсанайық. Уақ алайық, жұмыла қол соғайық деп кезекті әсем әнге берейік.
Afrikалық қыздарыңыз. Қатысып отырған қауым, құрметті балалар, бүгінгі кездесуімізге қатысып отырған қадірменді қонақтармен таныстырып өтейін. Талды ауылдық округіне қарасты Лесновка еңбекші ауылдық кітапханаларында ұзақ жылдар қажымай, талмай еңбек еткен, өздерінің табанды еңбектерімен, өнегелі өмірімен жас мамандарға үлгі бола білген, кітапхана ісінің дамуына өзіндік үлестерін қосқан, өз оқырмандарының құрметіне бөленген, көптеген аудан әкімі мен аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі мен облыстық мәдениет және мұрағаттар басқармасының алғыс хаттары мен құрмет грамоталарының иегерлері Байзақова Салтанат Ахмади қызы мен Нұрпейісова Гүлдархан Қажи қызына сөз берелік. Еңбектеріңіздің жемісін көріп, біз сияқты пенсионер зейнеткер болып, осы жерден шығуларыңызға шын жүректен тілектеспін. Тілектеспіз немерелер
пенсияларыңыздың жақсылығын көріп, алдағы өмірде бақытты болыңыздар, дендеріңіз сау болып, аспанымыз ашық, заманымыз тыныш болып, тек қана жақсылық болсын. Соған тілектеспін. Anlaşılmak didarlar, canıma ner uygalar. Ansaydı el günde elli canım. Olsun dermanın diye, жеткіздің жаным diye. Basıma бердің anam ağım diye. Жүзіңнен шаттық көріп, өсірдің ақсы беріп аяулына. Ойыма қуат бердің, ойыма шуақ бердің. Астынан аяғыңнан жұмақ көрдің. Oyuma kuvvet verdin, oyuma şuak verdin. Astından ayağından jumak gördüm. Anlaşıldı tanıyan, ben senin balabana. Ayağı sağındırdı ağzını. Bilirsin kal bize yürekten düştüğü zaman geçsene. Yüzünün şattık görüp, özlerden aksın benim ayağına. Oyuma kuvvet verdin, oyuma şuak verdin. Astından ayağından jumak gördün. Oyuma kuvvet verdin, oyuma şuak verdin. Astından ayağından jumak gördün. Cananam asılanam, tıyınға жасымаған. Sen barda көк denizді тасымаған. Мейірімін төккен маған, көңілің көктен маған. Мен үшін менің анам аяуланам. Көрмесем сағынамын, өзіңе бағынамын. Ауырма жалынамын, аяуланам. Өмірдің өткенінен, сүрінбей өткенімен, артыңа қарайлайсың алаңдаумен. Ұлызың өскенімен, жан жаққа кеткенімен, жолыңа сағынумен қарайлайсың. Мейірімін төккен маған, көңілің көктен маған. Мен үшін менің анам аяуланам.
ендеше сол аналар алдында бас иелік. Қайран ана өз перзентін әдемі не ұсқынсыз, ақылды не ақымақ, мейірімді не рақымсыз, кесіп қырсық болса да бәрібір шексіз сүйеді. Дүниеде ананың көз жасынан салмақты, одан ауыр таразы басын басатын ештеңе жоқ. Өйткені ананың көз жасы өзінің киесімен ауыр. Ана баланы 9 ай көтеріп, толғатып, дүниеге келтіріп қана қоймайды. Оның көзінің қарашығындай қорғап, аялап, өсіріп, аяғына тік тұрғызады. Өмір есігін жаңа ашқан баланың бойына елінің рухын сіңіретін, жылуын тарататын ана баланың амандығын, бақытты, абыройлы болуын тілейді. Бойымыздағы ең жақсы қасиеттер бізге алдымен анадан тарайды. Ендеше анамызды сыйлап, құрметтейік, қастерлейік, қадірлейік. Осымен бүгінгі ана бақыт, ана көктем, ана атты мерекелік кешімізді аяқталуға жақын. Көңіл қойып тамашалағандарыңызға көп рахмет. Қорытынды сөз кезегін аудандық кітапхананың директоры Дария Бекжігіт қызына береміз. Мен бірақ ойлаймын, Алланың берген әрбір күніне алғыс айтсақ, бір-бірімізге ол артық болмайды. Өйткені адамдар бір-біріне алғысын білдіріп, рахметін айтып жатса, араларын жақындатады, бір-біріне деген мейірімін арттырады деп ойлаймын. Сол үшін енді бүгінгі кешті ұйымдастырып отырған әріптестерімізге, Ескелді қызы өзіңізге, Әсем Асқарқызы сізге үлкен алғысымды білдіремін. Сонымен қатар осындай шараны көптен бері ұйымдастырмағанбыз, пандемияға байланысты. Осындай шараны ұйымдастырғанның өзіне біз кәдімгідей сағынып, осы шарамызды жаңағы әнмен әрлеп отырған мәдениет қызметкерлеріне үлкен алғыс білдіргім келеді. Рахмет жігіттер сіздерге, дауыстарыңызды да өздеріңізді де сағынып қаптық. Үлкен алғыс білдіремін. Сонымен қатар мына кішкентай оқырмандарымызға бізге келіп, өздерінің жаңағы жүрек жарды жырларын арнап отырған аналарына деген рахмет айтқым келеді. Алғыс білдіремін сіздерге. Біздің тұрақты оқырман болыңыздар. Кітап оқуға шақырамын әрқайсыңызды. Рахмет айтқым келеді. Сондай-ақ мына келіп отырған зейнеткер апайларымызға бізді ұмытып кетпей, осы кітапхана киелі шаңырақ деп келіп, өздерінің пікірлерімен, өздерінің жаңағы естеліктерімен бөлісіп отырған сіздерге де алғыс білдіргім келеді. Мереке болсын. Енді осы індеттен аман-есен бәріміз құтылып, жайма шуақ күнге оралайық бәріміз. Мінекей 1 жыл болыпты, былтыр наурыз айынан бастап карантин болған, мінекей сол созылып. Бірақ сонда да шараларымыз тоқтаған жоқ, жұмысын атқарып жатырмыз бәріміз. Осындай шараларымыз көптеп болсын. Алда келе жатқан 8 наурыз мерекесімен, сондай-ақ ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын сіздерді. Отбасымыз аман болсын, ең бастысы заманымыз тыныш болсын, бейбіт заман болсын, бала шағамыз аман болсын, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Рахмет сіздерге. Шарамызды Марғұлан ұлдарыңыз бен Құралай қызымыздың әдемі де әсем әнімен аяқтағымыз келіп отыр. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. 8 наурыз мерекесі құтты болсын. Тағы да мерекелеріңізбен. Махаббаттың жалын лаула, махамаза бермейді. Арман қайда алып ұшады, жетелеп алған бақыт құшағы. Самғап ұшты сағыныш әні, көкірегіме сыймайды. Аспандағы айым аяу сен мені, айнала сен мені, көзімдегі күнім, көрімде шекілім. Analar merkezi kutlu olsun. Yolumuz zamanı şartımızın iş olsun. Hoppa!
beni. Hey hey aymalı sen meni. Gözümde gülüm, gülümde şebnem. Na 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 na. Aslanдағы ayım, аяулы sen meni. Hey hey aymalı sen meni. Gözümde gülüm.